Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен мен Нұрсұлу. Бүгін сіздерге ТРИ МОЛОКО пирогының рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге керегі 4 жұмыртқа, 200 грамм ұн, 200 грамм қант, 3 ас қасық сұйық май, 3 ас қасық қайнатылған су және де 8 грамм қосытқышымызды қосамыз. Бос ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып, 200 грамм қантымызды қосамыз. Және де шым-шым тұзды қосуды ұмытпаймыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Егер де миксер болмаған жағдайда венчикпен де араластыра беруге болады. Бұл ТРИ МОЛОКО пирогы үйде бар затпен жасалынатын пирог. Және де оңай әрі тез бір жасағаннан барлық әйелдің қолынан келетін пирог. Араластырып болған соң қопсытқышымызбен 200 грамм ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды барлығын салмай, жемендеп, біртіндеп салып араластырамыз. Үш ас қасық сұйық майға 3 ас қасық суымызды қосып, оны жақсылап араластырып, соңында қосатын боламыз. Көріп тұрғандай қамырымыз қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, орташа қалыпта жасалынған. Пісіруге арналған қағазымызды диаметрі 24 см формамызға саламыз. Көріп тұрғандай поклан фирмасы өте жақсы. Пирогымызды жабыстырмай, әдемі бір қалпы қылып пісіреді. Менің пешім кішкентай болғандықтан осылай жан-жағын қиып алып тастаймын. Егер сізде де пештеріңіз кішкентай болса, осылай алып тастауға болады, өте ыңғайлы.
180 градустағы пешке осылай 30 минутқа салып қоямыз. Пирогымыздың ең басты ингредиенті ол 3 түрлі сүт. 200 грамм сливки 20%, және де сүт, сгущёнкамызды қосатын боламыз. Қоржығымыздың піскенін, піспегенін осында таяқша арқылы анықтаймыз. Таяқшамыз құрғақ болып шығуы қажет. Қоржығымыздың барлық жерінен осылай шанышқымен кесіп шығамыз. Қоржығымызға 3 түрлі сүтті баяу, асықпай, бойына сіңіріп құятын боламыз. Бір сағаттай пирогымыздың өз бойына сүтті сіңіріп алуын күтеміз. Пирогымыз өз формасын сақтау үшін осылай жан-жағын пышақпен кесіп аламыз. Асықпай абайлап пирогымызды қағаздан алып ыдысымызға саламыз. Пирогты өзіміздің қалауымыз бойынша әсемдейміз. Пирогты осындай креммен әсемдейтін боламын. Ол үшін бізге 200 грамм сливки, 33%, және творожный сыр, 200 грамм сахарная пудра, осы 3 ингредиентті араластырып, жақсылап осындай креміміз шығатын болады. Сонында осылай какаомызды сеуіп шығамыз. Тез әрі оңай, сочный және де дәмді пирогымыз дайын. Дәмін көрсеңіздер еш өкінбейсіздер. Мен 100% гарантия беремін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сонында маған тіркелуді ұмытпайыңыз.